Елбасы ұсынған реформалар қоғамның барлық салаларын қамтуда. 100 нақты қадамның 15 қадамы мемлекеттік аппаратты түбегейлі жоғарылатуға бағытталған. Осыған байланысты мемлекеттік қызметкерлерге үлкен міндеттер жүктеліп отыр. Жаңа реформа мемлекеттік қызметкерлердің көрсеткен нәтижесіне байланысты еңбекақыны өсіруді де қарастырып отыр. Мемлекеттік қызметкерлер үшін жылдық жеке жоспарлардың орындалуы басты міндет болса, мемлекеттік органдар үшін қазіргі таңда стратегиялық жоспарлардың жүзеге асуы басты назарда. Біздің мемлекетімізде мемлекеттік қызмет саласын дамытуға өте үлкен көңіл бөлініп жатыр. Мемлекет қызмет саласының тарихына көз жүгіртетін болсақ, 1995 жылдан бастап тмд елдерінің ішінде алғашқы болып біз заң күші бар жарлықты қабылдадық. Мемлекеттік қызмет туралы жетістіктеріміз өте көп, оны шетелдік сараптамашылар да мойындап жатыр. Бірақ дегенмен уақыт бір орында тұрмайды, оны да ары қарай жетілдіруіміз қажет. Кәсіби мемлекеттік аппарат құру елімізді ары қарай өркендетуге жол ашады. Бұл ретте мемлекеттік қызметкерлердің жоғары білікті болуы аса маңызды. Осы орайда ұлт жоспарының 9-шы қадамында айтылғандай мемлекеттік қызметкерлерді тұрақты түрде оқыту жүйесін заңды түрде бекіту 3 жылда бір рет олардың кәсіби шеберлігін арттыруға негізделген. Өңірімізде 2005 жылдан бері мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру өңірлік орталығы жұмыс жасап келеді. Осы уақыт аралығында 10 мыңнан аса мемлекеттік қызметкер білім алған. Биылғы 2015 жылы біздің жоспарланған қайта даярлау курстарынан 272 адам болса, оның 224-і курстардан өтіп, өзіне қажетті құжаттарын алды. Орындау барысында біздің де орталықта әжептәуір өзгерістер және басқа да жаңа технологияларды енгізу туралы жұмыстар жүргізілуде. Қорыта айтқанда, мемлекеттік қызметкерлердің міндеттері мен оларға қатысты нақты мәселелер еліміздегі мемлекеттік қызмет саласын жаңа деңгейге көтерері анық. Күрделі кезеңнен сенімді өтуге жағдай туғызатын ұлт жоспары тура жолдан адаспай, беріктілік қорын жасап берері анық. Ақерке Бектас, Руслан Сандыбаев, жаңалықтар қызметі.